Қалған кезде. Алло, ой, разведка екен ғой, әкең ал. Алло. Балам ұйықтап қалды сабақта? Кешірім сұрайын, код берген осырақ қызы. Кәз кодын айрам. О, кешір. Сен ма сабақта ұйықтап қойған? Красавчик. Қайдағы красавчик әкең ал. Дай, менің аузымда неленің бар осы? Мам, мен случайно ұйықтап қалдым, сіздер ұйқы бермеген соң түнбай. Ей, құлағыма вермеш, еле вермеш. Суын ойтып. Короче, суть не в этом, мен мұнда вообще кінәм жоқ. Сонымен қалай ғана ұйықтау үшін? Кәдімгідей адам құсап. Сен иттің баласың ғой, қалай адам құсап ұйықтайсың, а? Бір рет осындай шапалақ жеп 3 күнге ұйықтап қалсын. Сен де көп сөйлемеш olsun. 93 атсың как жапалақ. Мама, давай папаны ауыстырып тастаймыз. Жайшама? Просто ана жігіттерский нәрселерді жасамай ма? Ана кранды мен жасап жатыр, мама. Менің әлі жасым жетіде емес пе? Енді сен мұжықсың ғой. Бракованный чужықсың ғой деп қойсашы. Бүркіт аға? Мұрным. Күнде ана достарын алып келеді, бүйтіп жүреді ғой. Онымен келсем. Тебе когда-нибудь давали чапалах со скоростью света? Аллахи коджи. Айван, жағым сындырып жіберді ғой. Жағына сен мен мұрным сындырдың ғой. Да ну. Первый өту операциясы, брат, стой. Әке. Бірге магазинге барған кезде. Ой, тігідік, тұзды мұткет, мәс, той тұрш. Жарайды. Келесі. Так, 500 теңге. Төлесі шенді, бұл. Күзетшіні ақшаны төлемейін деп атыр. Балам, мәс той тұрш, мен қазір келем. Жарайды, мам. Келесі. Мен мамам қазір келеді, тоса тұрсыз ба? Үй түрің тізген, әрине. Олай бола ма не? Топас, болады. Ал сенің телефон ұтқын келсе, онда астындағы описаниядағы адамға тіркелде видеоларына лайк бас. Тотақ бас. Сілімдік. Қатын, көтің қыз. Сен соншама кімсің мен балама тезетін, а? Мама, мам. Тоқашы. Содан кейін маған ана күзетші тиісті. Мамаңмен бірге магазин